Сәлем, ребята. Бүгін бізде подкастта қонақта елімізге танымал психолог, психосоматолог Төребек Бекбаев, жақсы көретін ағам. Алдынан бері осы кісімен подкаст болады деп айтып жүрген едім. Бүгін қонаққа шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ниет пайдалы болу, ақша темасын қозғаймыз. Сізде ең қатты маған откликация ететін философия ол өмірден ләззат алу. Осыны кішкене ашайықшы, өмірден ләззат дегенді. Өмір деген ләззаттан тұрады. Берілген нәрсенің бәрі ләззат. Біз оны қалай қолданамыз? Соған байланысты ол бізге айна болады. Өмірде барлық нәрсе ләззат. Өзімді тірі екенін қайдан білем? Сезімдерім бар. Сезімдер арқылы білем. Көру, есту, дәм тату, иіс, демалу. Мен тірімін, бұл бәрі ләззат беріп жатыр маған. Менің айналамда не болып жатыр? Менің көзқарасым оларға қандай екен, соған байланысты мен ләззат алам да. Оған айналамда не бар? Тануыма байланысты. Айналамда тануыма байланысты ләззат алады. Білген сайын ләззат алады. Білмеген үшін адам білмеген нәрсеге дұшпан болады. Одан қиналуы мүмкін. Ләззат содан болмайды. Бір нәрсені білмеген кезде. Ләззат алу. Сонда біз тамақтанамыз, біз ауа жұтамыз, мысалы. Осының бәрінен ләззат алып. Мысалы, тамақ жеудің өзі, мысалы. Повар бар ғой, повар. Ол тамақтың дәмін біледі. Ол бізден көп ләззат алады. Біз тамақтың дәмін білмейміз, тамақты танымаймыз. Көп нәрсе танымағаннан кейін бізге көп разница жоқ. Біз тек қана дәмді дейміз, болды. Бірақ қандай дәм бар екен, одан ләззат ала алмаймыз. Сонда біз бір нәрсені қаттырақ білген сайын ләззатын көбірек ала аламыз. Білген сайын ләззаты көбейеді. Ләззат алуды ол уже шүкіршілік деп алсақ бола ма? Шүкіршілік қашан болады? Орынды пайдаланған кезде. Любой затты орынды пайдаланған кезде. Мысалы, тамақтың өзін алсақ, простой нәрсе ғой енді. Өміріміздің бәрі тамақтың айналасында өтеді. Соны дұрыс пайдаланса, орынды пайдаланса, тамақтың өзін шүкіршілік болады. Ал шүкіршілік болған кезде Алла көбейтемін дейді ғой? Шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Арттырамын дейді. Ал шүкіршілік болмаған қайдан білеміз? Или мысалы шүкіршіліктің керісі беті жоқ қой? Мысалы шүкір етпей тұрсың деген ортасы болмайды ғой, Мысалы шүкіршілік етесің, либо күпірлік етесің ба? Қалай болады осы момент? Егер орынды пайдаланса, берекет қой. Берекет. Шүкір етсеңдер арттырам деген, оған шүкір етеді, орынды пайдаланады, шүкіршілік болады. Әр зат орынды пайдаланған үшін оған рахметін айтады. Сол адамдарға рахмет айтпаған, шүкір еткен болмайды дейді. Мысалы, біреу маған жақсылық істесе, мен оған рахмет айтам. Ол шүкіршілік болады. Рахмет айтқан адамға. Сол сияқты әр затқа ұқыпты қараған кезде, әр затқа жақсы қараған кезде шүкіршілік болады. Ол денсаулық болсын, заттары болсын, бұйымдары болсын, любой жағын дұрыс қолданатын болса, шүкіршілік болады. Дисциплина бар ғой, дисциплина. Сол сияқты. Мысалы, азында тұрып бет қол жуу, бұл да шүкіршілік. Тазалықта, тазару, денеге рахмет айтады. Оған қызмет еткеніне, оған қарайды, денесіне қарайды. Денесі кірленсе, оған тазалайды. Ол шүкіршілік болады. Сол сияқты киіміне қарайды, ол да шүкіршілік болады. Дисциплина. Любой уақытта, любой нәрсеге ұқыпты болу, ол шүкіршілік болады.
Ал мына қазір айна деп айтып қалдыңыз ғой, осыны мысалы айналам менің айнам. Сонда ол осыны толық түсіндірейікші. Айнала дегенде, айна деген сөзден шыққан ғой негізінде. Мхм. Мен қай нәрсеге қалай қарайтын болсам, сол зат менің ішімдегі сезімдерді маған таныстырады. Менің ішімдегі сезімдер бар ғой, Мхм. соларды таныстыратын менің айнам. Мен любой затқа қарасам, мысалы телефонға қараған кезде не ойлаймын? Қандай керемет екен деймін ғой, мысалы. Мхм. Ішімде қандай сезім шығып жатыр? Бұған қараған кезде қандай сезім шығып жатыр? Таңғалу, мысалы да, тамсану, қуану, сондай сезімдер бар екен маған осы зат көрсетіп жатыр. Мені таныстырып жатыр, маған айна болып жатыр бұл зат ше. Сосын мен бұл зат туралы не ойлана бастаймын, соны көрсетеді. Сұрақ қоямын, бұл зат қайдан шықты? Телефон қайдан шықты? Бұны біреу жасады ғой. Мхм. Қалай жасады? Бұл зат қалай шықты? Ойланған сайын менің қандай қабілетке ие екенін көрсетеді. Қандай қабілетім бар екенін көрсетеді. Ойланып не нәрсеге жетуге болатынын көрсетеді. Осы зат маған айна болып жатыр. Мені дамытып жатыр. Ойланған сайын. Даже телефонның өзі, Иә, любой зат. сонда мысалы біреуге қарап ашуланамыз ғой, ашу болады, кейде ашуланып кетесің ғой. Иә, менде ашу бар екенін көрсетеді. Ол адамға емес, сенде просто ашу бар екенін Менде көрсетеді. ашу бар екенін, сосын шарттар бар екенін. Не үшін ашуланам? Шарт қойған үшін. Шартым бар екенін көрсетеді. Не үшін шарт қоям? Иеленген үшін. Мынандай болу керек деп шарт қоясың да, из-за этого ашуланасың. Негізінде ол қандай болатыны өзі біледі. Сен оған Негізінде мен оған қожайын емеспін ғой. Қожайын бола бастаған үшін шарт қоя бастайды. Шарты бұзылған сайын ашуланады. Біз ешкімге қожайын емеспіз ғой. Иә. Сөйтіп соны көрсетеді, мен ешкімге қожайын емес екенмін. Өйткені еш нәрсе маған мен шартымен жүрмейді, өзінің шартымен жүреді. Сонда адам вообще ашуланбауға болады ғой өмірде сонда. Негізінде иә. Ол таныған сайын болады, өзін таныған сайын болады. Бұл өмір практика ғой. Практикада үйренеді. Сразу бірден болмайды. Біз бүгін подкастқа ерте келдік қой, енді қазір сағат таңғы 9, біз уже подкастта отырмыз, түсіріп жатырмыз. Жалпы таңның берекесі дегенді қалай түсінесіз? Ол Иә, сол күннің берекесі негізінде, сол күннің ризқы күн шыққаннан жазылады да, күн шыққанда ше беріледі адамға, иә? адамға. Сол уақытта ол ұйықтайтын болса, күн шығарда ұйықтайтын болса, сол берекеден құр қалады. Берекесін ала алмай қалады. Сонда адам күн шыққан кезде әр адамға берекесі беріледі ма? Иә. Бір күннің берекесі. Сол күннің берекеті беріледі. Сол ұйықтап жатқан кезде ала алмай қалады. Күн шығарда. Мен өзім таңда ерте тұруға келсем, таңда ерте тұрған сайын берекем артып жатқанын сезем. Андай жұмыстарым жүреді. Жұмыспен айтатын болсақ, кәсіппен айтатын болсақ. Бірақ мынандай да бір нәрсе бар ғой, бізде кәсіпте сен қаншада тұрып жатқаның, қанша уақыт ұйықтағаның маңызды емес, сен дұрыс жұмыстар дұрыс істегенің деген сияқты ше. Әбетте тұрсаң да дұрыс істейсің, и сенде бәрі получаться етеді деген сияқты. Иә, ол қай жұмысқа байланысты ғой. Ол жалпы образ жизни дейді ғой. Өмір сүру салты дұрыс болса ғана бәрі дұрысталады да. Бір жұмысты дұрыс атқара алған адам негізінде бәрін атқара алады, дұрыс істей алады. Таңда, күн шығарда негізінде күннен келетін бізге толқындар бар ғой, сәулесі ше. Басқаша градуста келгеннен кейін кішкене миға басқаша әсер етеді.
Сол кезде адам ояу болса, оған қарсы тұра алады. Ұйықтап жатқан кезде әлсірейді, ол оған зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан сол айтылғанда таңда ұйықтаған адам сол күні оған бір басына бір бәлекет келетін болса, өзінен көрсін деген. Күн шығарда ұйықтаған адам, егер оған басына бір нәрсе келетін болса, өзінен көрсін дейді да. Негізі біз қаншада жатып, қаншада тұру керек? Таң деген қаншада басталады сонда? Күн шыққан кезде ма? Күн шығарда 45 минут. Күн шығарда күн көрінеді ғой. Сол күн шыққаннан 45 минут көтерілгенше. Бұл біздің ширатада ғой. Экваторда ол 20-25 минут болуы мүмкін. Ал жалпы байлық жайлы, жалпы адамдар бай болуға ұмтылу нормально ма? Ол Негізінде бай болыңдар дейді ғой. Бай мұсылман, кедей мұсылманнан абзал. Сосын бай адам кедейден көбірек садақа береді. Бай болу әрқашанда абзал да. Ол көп жақсылық істей алады. Жақсылықтың мысалы мектеп салу, жол салу, свет жүргізу, су жүргізу, любой жақсылық ақшамен болады ғой. Оны байлар істей алады. Адамдарға жақсылық істей алады. Тамақ тарату, любой зат. Кедей болсаң еш нәрсе істей алмайсың, біреудің қолына қарап отырасың. Ол бізде құпталмаған нәрсе. Мысалы, сахабалар Мәдинаға көшкен кезде ол жерде ансарлар болды. Оларға көмектескенде сөйтіп маған көмегің керек емес деген, маған базардың жолын көрсет деген. Тек қана сөйтіп базарға барып өздері сауда жасап, өздері көтерілгенде біреудің қолына қарамаған. сауда демекші. Жалпы біз енді адамдарды кәсіпке баулимыз, кәсіпке тартамыз. Жаңағыдай бай болғың келсе кәсіп қыл дейміз. Осылай айтамыз. Пайғамбарымыз айтады ғой, 9 берекет, 9 берекет саудада депші. Осы біз бүйтіп айтамыз, егер бүйтіп кәдімгі өзіміздің тілмен ақшаны адал және көп табудың жалғыз жолы ол бизнес деп. Ол аят қой негізінде Құранда. Негізінде адамға тек қана кәсібі нәсіп болады. Оған тек қана кәсібі бұйырады да берекелі болады. Қалған бәрі бұйырмайды, берекелі болмайды. Біреудің ақшасы біреуге жарамайды. Тек қана маңдай терісі жарайды оған, адамға. Еңбегі ғана жарайды, өзінің еңбегі. Басқа біреудің ақшасы жарамайды. Сондықтан айтылған, қандай қиын жағдайда болмасаң да, егер біреуге қол жаймайтын болсаң, Алла Тағала оны әзиз қылады дейді. Қадірлі қылады, құнды қылады, Абыройын көтереді. абыройлы қылады. Ешкімге қол жаймайтын болса. Бірақ біреуге қол жаятын болса, біреуден қарыз, рассрочка, кредит, осындай заттар болатын болса, ол өмір бойы солай қалады дейді. Потому что соған бейімделеді, үйренеді. Қол жаюға да. И ақша табу жағы әлсірейді. Ол жағындай ғой, тренажерный залға барған сайын күшті бола береді ғой. Тастап қойса әлсірей береді. Сол сияқты. Тоқтамау керек. Кәсіп бастауға жалпы өзіңе осылай жұмыс жасауға адамдар қорқып атады. Қорқыныш ең қатты мешать етеді. Қорқыныштың бәрін проработка істеуге болады. Оның бәрі Алып тастауға болады. Оның бәрі кішкентай кезден балалық шақтан қалған болуы мүмкін ба сонда? Оның бәрі негізінде инструмент. Просто оны дұрыс қолдануды үйренбеген. Поэтому оны проработка жасап, алып тастауға болады. Өйткені кәсіп жасап, өзіңе жұмыс жасауда ешқандай қорқыныш ештеңе жоқ қой, иә? Мысалы, любой мықты адам қасында психологы бар оның. Проработка жасағанша сол қорқыныштардың бәрін алып тастаған.
мен Трамптың жеке психологы бар дегенді. Или футболда мен өзім футболист болғаннан кейін білем, Криштиану Роналду, там Месси дегендерде отдельный адамдар болады екенші. Иә. Или үлкен мықты компанияларда психолог болады, міндетті түрде бүкіл сотрудниктерге қарап жүретін. Тұлға жалғыз қалыптаспайды. Ал вообще адамның мақсат қоюы, үлкен мақсат қоюы, ол қалай, дұрыс па? Дұрыс. Бізде бірақ мақсат бар ғой негізінде. Не үшін жаратылған мақсатымыз бар да. Бірақ нәрсе үшін. Қалған бәрі инструмент, сол мақсатқа жету үшін. Қалған бәрі инструмент. Байлықтың өзі инструмент. Көп жақсылық істеген сайын, кім үшін жақсылық істейді, жасайды. Сол мақсатқа жету үшін. Не үшін жаратылған болса. Алдында бір семинарларыңызда, сабақтарыңызда қатыстым, болдым. Бір медитация жасап аттық. Мен де өзім студенттеріме жасатам медитация. Әсіресе идеалды күн деген. Жалпы ол қалай әсер етеді, и ол қаншалықты дұрыс? Негізі позитивтің бәрі жақсы әсер етеді. Позитив қой. И ол ниет қой. Ниетіне қарай беріледі. Не нәрсеге ниет ететін болса, жақсылыққа ниет ететін болса, ол сол беріледі. Адам оның қай ниетпен жасап жатыр. Алла Тағала ниетіне қарайды. Не істесе де ниетіне қарайды. Жаңағыдай медитация істесе де, онда істесе де, иә? Иә. Ол медитация адамдарын, мысалы, ол намаз оқи алмайды. Басқа түрін білмейді да, медитация жасайды. Сонымен жетеді жетістікке. Соның білген дұғасы. Баяғыда, мысалы, бір аңыздарда айтады, Мұса пайғамбар алейхиссалам кезінде бір кісі намаз оқиды. Бір жоғары жақтан төменге қарай аунайды да. Ақ қойдың терісі, қара қойдың терісі деп, мен Алланың пендесі деп құлшылық жасайды. Ол оны білгені да. Оның дұғасы ол. Медитацияның бірақ біздің дінімізге басқасына ешқандай несі жоқ қой. Мен айтып отырмын, әркім білген дұғасы ол. Ол дінді білмейді деп оны кінәлауға болмайды. Дінді білмеген кінәлі болмайды да. Үйренбеген болса мүмкін. Одан сұралу мүмкін, бірақ әлі уақыт келмеген болса, әлі білмеген болса, оны кінәлауға болмайды. Дұрыс деп. ең мықты медитация ол намаз ба? Мен сөйтіп айтам, солай ойлаймын. 5 уақыт. Ол да бір медитация сияқты ғой. Намаз негізінде діннің тірегі дейді ғой. Діннің тірегі деген барлық нәрсенің тірегі ол. Намаз ше. Діннің тірегі дегенде, дін ол мәміле, қарым-қатынас деген сөз. Любой қарым-қатынастың тірегі любой затпен қарым-қатынас болады. Адамдармен, ақшамен, затпен қарым-қатынас қой бәрі. Соның фундаменті тірегі намаз. Дін. Діннің тірегі намаз. Мен көп ақша тапқым келеді, көп ақша қалайым, күшті машина, әдемі үй. Ол сездің бәрін беретін Алла ғой. Сездің бәрін беретін Алла. Ол бізге ең жақсысын қалайды. Ең жақсысын қалайды, әрқашан. Сөйтіп, Фирдаус жәннатын бізге қалайды. Фирдаус ең жақсысы ғой, ең жоғарғысы. Соны бізге қалайды. И оның қасында жақсы машина, жақсы үй, дым болмай қалады, түк болмай қалады. Поэтому ол ұялатын нәрсе емес, сұралатын нәрсе. Аяқ киім бауынан Фирдаус жәннатқа дейін бәрін сұра дейді ғой. Аяқ киім бауынан Фирдаус жәннатқа дейін. Любой нәрсе сұрауға болады. Алладан, иә? Алладан бәрін сұрауға болады. И ол сұраған заты мақсат емес, құрал. Құлшылық үшін сұралады. Сонда Фирдаус жәннатына дейін
дегені. Сонда ең күштісін, ең мықтысын сұрай берген жақсы ғой онда деймін да, иә? Ақыры сұрайын деп сол ең тұрсақ. мықтысы, дүниедегі ең мықтысы мысалы. Солай дүниеде ең бақытты, ең бай болып өмір сүрсе адам 1000 жыл, жәннаттағы бір сәтке жетпейді ол. Түк емес та ол. Поэтому ол ұялатын нәрсе емес, сұраған нәрсе. Или ол ысырап емес, орында пайдаланатын болса. Ысырап емес. Иә. Ол бізге байлық болып тұр, бірақ Аллаға ол байлық емес. Оны қымбат қылып тұрған біз. Сонда қымбат киім, бренд киім, жаңағыдай қымбат машина. Қымбат арзан бағаны біз береміз. Негізінде бәрі топырақ. Бірақ ең әдемісін ала беру. Алла Тағала берген нығметтерін құлдарына көргісі келеді. Өзі айтады. Иә, нені берген болса, соны құлында көргісі келеді. Мысалы, брендті берген Алла Тағала. Дұрыс па? Кім үшін жаратты? Адам үшін. Қой үшін жаратқан жоқ оны. Оны қойда емес, адамда көргісі келеді. Ол Алланың қалауы. Просто мен оны мақсат ретінде қолданбауым керек та. Құрал ретінде қолдануым керек. Ол менде мақсат болып кетпеу керек. Құрал ретінде қолдану қалай болсын? Мақсат не болу керек? Құлшылық. Мақсат құлшылық. Иә. Ал заттардың бәрі, жаңағы дүниенің бәрі, ол құрал. Иә. Жаңа Аллаға дұрыс құлшылық етуге Құрал. болады, иә? Иә. Ал жалпы кәсіпте болсын, енді бизнеста бір жақсы нәрсе бар да, мен өзім байқаған, мен осы бизнеста жүргеніме 7 жыл болды. Бизнестің бір күшті жері, сен даму керек болып қаласың, оқу керек боласың, іздену керек боласың да. Егер сен бизнесің дамығанын қаласаң, табысыңның көтерілгенін қаласаң, осы бойынша білім алу, іздену бойынша. Білім іздеу парыз ғой негізінде. Қай салада жүрсең, сол саланың маманы болу шарт. Сол салада сен білім іздеуің парыз ғой негізінде. Бизнесте жүрсең, соның шарттарын білу, іздену шартты ол. Біз осы Аллаға тапсыру процесте болу деген әрбір істе қалай болады сонда? Барлық процесс Алланікі ғой. Барлық зат оныкі. Менде былай қарасақ тапсыратыным жоқ. И так бәрі соныкі. Мен просто алмам керек өзіме. Еш нәрсе алмам керек та, менікі деп. Бәрі соныкі, соны түсінім керек. Осылай өмір сүретін болсаң, жеңіл болатын сияқты ғой, ештеңе сенге емес болатын болса. Алла Тағала бізге жеңілдік қалайды ғой. Еще ең жеңілін қалайды. Бізге жақсылық қалайды, ең жақсысын қалайды. Әрқашан жақсартады. Күнде жақсартуда. Мысалы, адам өседі. Күніге дамуда ғой адам. Күніге білім артады. Күніге ол күн өткен сайын оқитын болса егер, даналық көбейеді ода. Сол даналыққа жақындайды. То есть адам екі түрлі қараса болады. Жас өткен сайын, жыл өткен сайын ол ақылдырақ болып отыр ма, или қартайып отыр ма? Қалай қараса болады оған. Старее или мудрее дейді ғой. Становится ше. Адамның басына Аллах Тағала орындалмайтын арман, қиял, мақсат бермейді дейді. Көтере алмайтын жүк бермейді. Көтере алмайтын жүк бермейді. Алла Тағала оған көтере алмайтын жүк бермейді. Былайша қарасақ, адам ешнәрсе көтере алмайды. Онда көтеретін күш қуат жоқ, құдірет жоқ та. Бәрін көтеретін Алла Тағаланың өзі. Сондықтан ол бәрін бере алады. Бәрін бере алады, өйткені бәрін өзі көтереді.
адамда қиналатын түк жоқ негізінде. Егер адам менікі өзім көтерем десе, сол кезде қиналады. А так оған бәрі адамға негізінде бағынады да, адамға бәрі қызмет етеді. Сонда мысалы сен басыңа бір енді идея келетін болса, осындай нәрсе деп белеймен, мысалы әлемге танымал болғым келеді десең, оның жолы бар ғой, значит. Мақсат әлемге танымал болу болса, ол уже қателік болады. Мақсат құлшылық болса, дұрыс болады да. Бірақ мақсат бар ғой, құлшылық. Танымал болу ол инструмент. Мен танымал болам ба, болмайым ба, маңызды емес негізінде. Мен ол затпен егер болып қалса не істеймін? Құлшылық жасайын ба, жоқ па? Сол маңызды. Кім үшін танымал болам? Сол маңызды. Кім үшін? Құралдың өзі мақсат емес. Танымал болу мақсат емес та. Ол бір құрал. Танымал болдың, не істейсің? Ары қарай не істейсің? Мақсат не? Сіз Қазақстанды аралап, әр қалада тренингтер өтесіз ғой, жаңағы семинарлар өтесіз. 5-6 қалада ғой. 5-6 қалада. Емес, аха. Платный болады, иә? Неге платный или қалай былай? Ол заработок па тоже? Табыс па? Ол рынок сондай ғой. Мысалы, платный неге? Потому что оның билеті бар. Самолеттің билеті бар, гостиницаның билеті бар, залдың билеті бар. Бәрінің ақысы бар, арендасы бар. Микрофон, студия, бәрі. Аренда ғой бәрі. Тамағы бар, жұмысшылары бар. Бәрі ақша ғой. Сосын бала-шаға бар. Сосын беретін жерлер бар көп. Маңызды емес та. Оның бәрі өз-өзімен жүреді. Мақсат емес. Сол жерде сізде бір, мысалы, жаңағыдай цель жоқ па? Мысалы, қазір енді семинарларыңызға 50-100 деп адам жиналса, сол 1000-дап жиналса екен деген ниет па, сондай бір мақсат па, сондай? Ондай жоқ. Ондай жоқ па? Жалпы енді қазір қатты популярный болып жатыр ғой, әке-шеше, әке ол ақша, ана ол отношение деген нәрсе ше. Қатты осы нәрсе не қалып жатыр. Ол қалай біздің дінімізде, өмірде, психологияда? Бәрі қарым-қатынастан басталады. Ата-анасымен қарым-қатынас дұрыстаған адам, бұл фундамент қой, біріншісі. Бәр нәрсемен, барлық нәрсемен қарым-қатынас дұрыстай алады. Ата-анадан үйренеді. Сөйтіп, ақшамен де қарым-қатынас сондай. Бәрі дисциплина ғой. Сосын бәрі уважение, құрмет. И бәрі қызмет. Бір нәрсеге, біреуге қызмет ету. Сонда әке-шешемен қарым-қатынасын дұрыстаған адам бәрімен уже дұрыстай алады уже. Ол практика болады да. Барлық нәрсемен солай қарым-қатынас дұрыстай алады. Сонда бүйтіп айта аламыз ба? Үйтіп айту қиын болатын сияқты да. Мысалы, әкемен отношениесі нашар адамның табысы аз болады деген сияқты. Ақша қиын келеді деген. Ол қаншалықты дұрыс болады? Негізінде сол дұрыс болады. Өйткені әкесі асыраушы ғой. Ол оны асыраған, әкесі асырағанда. Бірақ сол әкесіне құрмет көрсетпеген, ішіп жатқан суға құдыққа түкірген сияқты ғой. Сөйтіп алып жатқан нығметтерге шүкіршілік жасамайды, рахметін айтпайды. Әкеге ше. Рахмет айтпаған үшін шүкіршілік болмайды. Шүкіршілік болмаған үшін арттырмайды. Ал әкесі тастап кеткен немесе тағы да басқа көп қой енді өмірде. Әкесі не істеді маңызды емес. Өзінің өмірі ғой.
Бірақ ол мен дүниеге келді. Ол сіз мен келмейтінмін ғой. Оның істеген бір жақсылығы бар, ешкім істемеген. Мен дүниеге алып келген. Мен содан тұрам да, әкеден тұрам. Сол үшін дүниеге алып келген екен, сол маған жеткілікті. Өмір бойы оған қарыздар болып өтуге, иә? Иә, өмір бойы мен оған негізінде рахмет айтсам аз болады, жетпейді ол. Өмір бойы. Ана жаңағыдай анамыз ол отношениеге қаттырақ па? Иә, анамыз қарым-қатынас. Оның әлеуметтік жағдайы, жаңағыдай жеке отбасы жағдайы, денсаулығы бәрі анаға қарайды. Әлеуметтік жағдайы, денсаулығы Жеке отбасы өмірі. анаға қарайды, Иә. Ол әке-шешемен қаншалықты жиі сөйлесіп тұру керек, немесе жаңағыдай отношениеміздің дұрыс екенін қалай байқаймыз, білеміз? Менде құрмет бар ма жоқ па, соған қарайды. Әке менде қай дәрежеде тұр? Ол мен үшін әулие ма жоқ па, соған қарайды. Ол әулие болу керек қой сонда. Иә, мен үшін ол әулие болу керек. Оны әулие сияқты құрметтеуім керек та. Мамасы да сондай. Ал енді мынау ше, мына әңгімеде өте көп тарайды ғой енді. Әйеліңе көп ақша берсең, ақшаң көбейеді деген. Бұл қалай? Мынандай. Мен біреуге жақсылық істесем, ол маған қайтады ғой. Сосын сендердің ең жақсыларың, әйелдерің ең жақсы қарағандарың дейді. Отбасыларыңа ең жақсы қарағандарың. Сосын жегендерінен жегізіңдер дейді. Киінгендерінен киіндіріңдер дейді. Сосын өзіне қалаған нәрсені өзге қалаған, өзіне қаламайтын өзге қаламаған. Иман мықты болады. Иманның критериясы сол. Наз мүмин боламайды дейді, егер ондай болмаса. То есть маған ең жақын адам, қасымда жүрген адам ең көп маған қызмет етеді. Оны істеп жатқан нәрсесін тоже ешкім жасап жатқан жоқ. Ең көп жақсылықты мен соған істей аламын, ең көп жаманшылық тоже соған істей аламын. Қасымдағы адамға ше. Ата-анама айтпайтын нәрселер соған айтам. Жақсы жағынан болса да, жаман жағынан болса да. Иә? То есть ол барлық нәрсемді көтеретін адам ғой. Не дейді оны? Жұбайлар бір-біріне киім сияқты дейді. Киім сияқты қызмет етеді. Суықтан қорғайды, ыстықтан қорғайды, кірден қорғайды, көркемдейді. Киім не істейді? Ренжімейді. Қызмет етеді тек қана. Ол киім кірленіп қалса, оны жуамын ғой, мен ұрыспаймын ғой оған. Дұрыс па? Сол сияқты. Бірақ осының жаңағы әйеліңе жаңағы ақша беруден, әпергеннен, өстіп қарағаннан ол ақшаңа влиять етеді. Сөйтіп мен оны қуантқан сайын Алла Тағала мені қуантады. Әйел арқылы бақытты болады негізі еркек. Еркектің жұмысы ол асыраушы ғой. Содан ләззат алады. Асырағаннан ләззат алады еркекше. Сөйтіп өзін еркек сезінеді. Бір нәрсеге жараған сезінеді. Сонымен бақытты болады. Оның айнасы әйел. Соны көрсетеді. Әйел әлсіз ғой. Еркек оған берген сайын оның бақытты болғанын көреді, өзін еркек сезінеді. Сөйтіп одан сайын
табууга тырысат, талпынат. Одан көп бакытты кылайын депчи. Сөйтіп, бұл қызмет еркекке ұнайды негізінде. Беруші өзін жоғары санайды. Өйткені беретін қол алатын қолдан жоғары. Наоборот болатын болса, әйелден алатын болса, өзін төмен сезінеді, ашуланады, оймен ұрсады, қырылысады, күтеді одан, берекет қашады. Бірақ берген сайын әйел оған рахмет айтады. Сосын берген сайын неге берекет болады? Өйткені ол аманат. Алланың берген аманаты ғой. Сосын ол аманат Алланікі болса, оның бағатын да Алла Тағала. Мен бағып отқан жоқпын. Ақшасын да мен беріп отқан жоқпын. Мен просто проводник, посредник. Алла Тағала маған соның несібесін беріп жатыр. Мен арқылы беріп жатыр да. Мен оны қысатын болсам, кран жабатын болсам, менде кран жабылады. Менде резервуар жоқ, ұстап тұратын ше. Менде проводник бар тек қана. Менен көп ақша өткен сайын, мен бай болдым деп ойлаймын негізінде. Сөйтіп, мен берген сайын келе береді. Алла Тағала өзі негізінде айтады, оған берген нәрсесін сұрамаңдар дейді, қайтып сұрамаңдар дейді. Әйелге берген нәрсесін. Қап-қап алтын берсеңдер де, ол жерде белгілеп қойғанда қап-қап алтын деген. Қанша беруге болатынша әйелге. Қайтып сұрамаңдар дейді. Қайтып алмаңдар дейді оны. Беретін мен емес пе дейді. Сондықтан оған берген сайын еркек байиды. Сосын Алла Тағаланы қалай таниды ол? Беруші ме? Жомарт па? Алла Тағала айтады, мен қалай танысаңдар, мен сондаймын дейді. Сосын жомарт кім екенін қайдан таниды? Бергенде таниды. Жомарт не екенше. Сосын қай мінезді осы жерде алатын болса адам, сол мінезбен қарсы алынады, ол жақта. Мәміле көреді. Жомарт болса, ана жақта Алланың жомарттылығымен қарсы алынады. Осы өмірде жомарт болса ма? Иә, бірақ бұл өмірде жомарт болу практикамен келеді. Бірақ рет берумен бола салмайды. Өмір бойы берген сайын, сосын бермесе тұра алмайтын жағдайға келген кезде жомарт болады. Оған жомарт болуды үйрететін ол әйелі ғой. Өйткені сұрайтын нәрсесі бітпейді. Сұрай береді, тоймайды. Не үшін тоймайды? Алла Тағала специально солай жаратқан. Тоймайтын қылып, мені бай қылу үшін, мені бақытты қылу үшін, мен берген сайын ләззат аламын, потому что өмір ләззат қой. Берсе де ләззат, алса да ләззат. Осы жерде жақсы ашылды. Ал әке-шешемізге беру, ол қаншалықты қалай берілген? Мен табысым, ол әке-шешенің табысы, менікі емес. Ол өзінің ақшасын өздеріне қайтарамын мен. Мен ақшам емес ол. Қалай сонда? Біз тауып отқан табыстан көп беру керек дегенді білдіре ма бұл әке-шешемізге? Оны әке-шеше шешеді, қанша беруім керек екенше. Бірақ ол табыс менікі емес. Солардікі. Қалай шешеді олар? Саған айтамын мынанша теңге деп қалай? Одан сұрасам болады. Айлықты мен өзім пайдалансам бола ма деп ше. Батасын берсе менікі. Бермесе олардікі ма сонда? Иә, бермесе олардікі. Көп адам даже айтпайды да ол әке-шешесіне қанша табатынын, табысын негізі былай. Өйткені сенбейді ғой. Мәміле жоқ, қарым-қатынас жоқ. Баласы сияқты болмайды. Баласы болатын болса, мейірім туындайды әке-шешеде. Ол баласынан жақсылық қалайды. Ата-ана оған мейірім туындайды. Өйткені баласы бар екенін сезінеді.
мен оған сенбейтін болсам, ол менің әке шешем сияқты емес, бөтен адам сияқты. Сөйтіп, ол да солай маған айна болады. Негізі осы бойынша осы бір 2 жыл бұрын 3 жыл бұрын орыс психологтардан психология бойынша осылай көп еститін едім да, бірақ кейін барып осылай дінмен де жан жақтан бүйтіп дәлелденіп отыр да. Бұл қалай сонда деймін да, қаяқтан? Неғып осы мақұл, мен мынаны былай айтайыншы. Неге психологтар жаңағы біз енді мұсылманда не емес, исламда емес, психологтар да тура осыларды білет, қаяқтан білет, сонда ол осыны Өйткені бір-ақ кітап бар да, Құран ше. Бәрі соны оқиды. Ол кітаптың 3 түрі бар. Біреу әріппен жазылған кітап, Құран. Біреу осы болмыс, жаратылыспен жазылған кітап, үлкен кітап. Жаратылыспен жазылған ше. Олар соны оқиды. Біреуі осы болмыстың айнасы адам, тірі Құран. Адамды зерттейтін тоже сол кітапты оқиды, Құранды оқиды. Нені зерттесе де адам Құран оқиды. негізі ма? Иә. Сөйтіп, содан біледі олар. Содан кейін бірдей болып шыға ма? Наяқпен де наяқ. Бәрі бірдей болып шығады сол үшін. Соғы мен осыған таң қаламын да, тура сондай қылып, енді көп орысша кітап оқимын. И сол жаңағы шүкіршілігіміз бар, жаңағы благодарностьіміз бар. Бәрі жаңағы біздің дінде емес вообще былай келгенде ше. Сол адамдардың бәрі сөйтіп айтып кеткен да. И неяқта оның бәрі Құранда тұрады тоже. И ойланамын да, қалай бұлар сонда деп, соған ақыл жеткен ба деп. Любой әрекетте негізінде айырмашылық жоқ әрекеттерде ше. Любой әрекетте берекет бар да. Мәселе тек иманда ғой. Сенеді, сенбейді дегенде. Алладан екен. Аллаға сенеді, сенбейді деген. Жалпы мен өзім пікірім, өзім ойым, дінге жалпы қатты кірген сайын андай күнә көп болатын сияқты ма, сондай болып, андай жаңа қатты кірген сайын оңға бұрылсаң да, әлде солға бұрылсаң да, видеоға түссең күнә, анау күнә көп болып кететін сияқты ма, қалай осы момент осы? Өйткені мен дінді тек күнә мен сауап жағынан қарастырамын, сондықтан болады ол. Тек сауда ол. Күнә мен сауаптан тұратын ше. Сөйтіп қарастырамын, сол үшін солай көрінеді бәрі.